Құрметті студенттер, бүгін біз сіздермен 11-ші тақырыпқа, яғни рухани жаңғыру және қоғамдық саяси дамудың келешегіне тоқталамыз. Негізгі қарастырылатын мәселелер, сонымен қатар тиімді деректер мен әдебиеттер тізімдері сіздерге презентацияда слайдтық үлгіде беріліп отырады. Соған зер салып, қарап отырыңыздар және өздеріңізге қажетті материалдарға байланысты сұрақтарыңызды қойып отыруларыңызға өте тиімді жолдарын қарастырып отырыңыздар. Ал енді негізгі мәселеміз. Еліміз тәуелсіздігін алған шақтан бастап, демократиялық принциптердің нәтижесінде қызмет жасайтын көптеген саяси партиялардың, қозғалыстардың, бірлестіктердің құрылуына, олардың дамуына жол ашылғандығы белгілі. Жаңадан құрылған бірлестіктер, саяси партиялар халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарының мүдделері мен құқықтарын қорғап, сонымен қатар экономикалық тұрғыдан дамуға қол жеткізу мақсатында қызмет жасады. Көп партиялық жүйеге өтумен қатар, республика халқымыз мақсат мүддесін, талап тілектерін жүзеге асыру жолында жаңа саяси партиялардың қалыптасуына үлкен серпін берді. Тарихи деректерге келетін болсақ, 1990 жылдың 1 наурызына қарай республикамызда 100-ге жуық қоғамдық ұйымдар қызмет еткен екен. Ал енді өздеріңізге өткен дәрістерден белгілі 1991 жылы тамыз айында Мәскеудегі мемлекеттік төңкеріске әрекет және бұған Кеңестік одақ коммунистік партиясының жетекшілері, саяси бюроның жетекшілерінің қатынасқандығы мәлім. Бұл өзі партияның және оның басшыларының беделін түсірді. Борис Николаевич Ельцин бастаған демократиялық топ деп отырмыз, мемлекеттік төңкерістің әрекетіне қарсы тұра білді, оны болдырмады. Бұл жағдай әрине тек қана Кеңестік одақ коммунистік партиясы емес, Қазақстан Компартиясының жұмысына кері әсерін тигізді. Сөйтіп 91 жылғы қыркүйек айында өткен Қазақстан Республикамыздың коммунистік партиясының төтенше съезінде оның қызметі тоқталды. Осы шақта осы коммунистік партияның ісін жалғастырушыларымыз деп санайтын Қазақстан Социалистік партиясы құрылды. Мінекей осы кезеңде, яғни 1991 жылдың қазанында жетекшілері белгілі қоғам қайраткерлері, ақындар Олжас Сүлейменов пен Мұхтар Шаханов бастаған Қазақстан халқы конгресс партиясы құрылды. Қазақстан халық конгресс партиясы құрылды. Міне қарап отырсаңыздар, барлық саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың алдында тек демократиялық жолмен, конституция талабына сай қызмет ету мақсаты туындайды. Құрметті студенттер, енді қарап отырсаңыздар, осындай шақта өзге де қоғамдық ұйымдар, бірлестіктер, бұлардың қызмет жолдарын қарай бастаймыз. Міне, жаңа айта кеттік, біз сіздермен құрылған көптеген партиялар, қозғалыстар, бұлардың мінекей жаңағы жұмыстары, олардың істері, олардың мінекей жаңағы халыққа деген мақсат мүддесін орындау мәселелері алда тұрған негізгі өзекті мәселе болып табылады. 1991 жылдың қазан айында Қазақстан Коммунист комсомолының кезектен тыс 18 съезі болып өтеді. Замана талабына сәйкес съез делегаттары республика комсомолын Қазақстанның жастар одағына ауыстыру туралы шешім қабылдады. Осымен қатар кәсіподақтардың да замана талабына сәйкес, еліміздің тәуелсіздігіне сәйкес, олардың да жұмыстары тек қана күрделене қойған жоқ, сонымен қатар жаңаша құрылуды талап етті. Осының нәтижесінде Қазақстан орталық кәсіподақ комитеті және облыстық кәсіподақ комитеттері енді салалық кәсіподақ кеңестер болып қайтадан құрылды. Бұлай қарап отырсаңыздар, осы кезеңде мұғалімдердің кәсіподақ комитеті, денсаулық сақтау жүйесі, кеншілердің басқа да мінекей жаңағы салаларға бөлінгендігі белгілі. Міне осы шақта енді қарап отырсаңыздар, көптеген партиялар, қозғалыстар
ырыла бастады деп отырмыз. Мысалы 1989 жыл мен 94 жылдың аяғында елімізде 500-ге жуық қоғамдық бірлестіктер Әділет министрлігінде тіркелді. Ал енді 98 жылы олардың саны 1500-ден асты. 2001 жылы олардың саны 1700-ден асқан екен. Өзі барлығы қарап отырсаңыздар 16 миллионға жуық халықтың өкілдері болатын болса, республикамызда онда мінекей жаңағы қаншама саяси бірлестіктер, қоғамдық мінекей жаңағы ұйымдар, саяси партиялар. Енді бұлардың барлығын заңмен реттеу керек қой. Бас-басына бір-бірден партия құрып бірлестіктер құрыла беретін болса, онда тек қана осы саяси өмір, оның ішінде саны бар, сапасы жоқ, қанша құрамы бар, оның жарғысы қалай болады, және ол конституция мінекей жаңағы талабына сай келе ме, келмей ме? Осыған байланысты елімізде 1996 жылдың 31 мамырында қоғамдық бірлестіктер туралы заң, ал 1996 жылдың 2 шілдесінде саяси партиялар туралы заңдар қабылданды. Осы уақыттарда жаңадан құрылған партиялар заңға сәйкес реттеле бастайды. 2002 жылы енді қарап отырсаңыздар 16 партия тіркеледі. 2002 жылы осы саяси партиялар туралы өзгертулерге сәйкес 2003 жылы Қазақстанның азаматтық партиясы, Қазақстанның аграрлық партиясы, Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясы, Қазақстанның коммунистік партиясы, Республикалық отан саяси партиясы, Қазақстан патриоттарының партиясы, Қазақстанның социал-демократиялық ауыл партиясы қайта тіркеуден өтті. Қарап отырсаңыздар, заңға сәйкес жаңаша өзгерістер, жаңаша қозғалыстардың құрылғанын қараймыз. Ал енді өздеріңізге белгілі саяси партиялар заңға байланысты бұл Әділет министрлігінің мінекей жаңағы Әділет министрлігінен тіркеуден өтуге тиіс. Ал енді бүгінгі таңда осы мінекей Әділет министрлігінің мәлімдемесіне сүйенсек, Қазақстанда 7 саяси партия тіркелген. Олардың қатарында өздеріңізге белгілі Нұр Отан партиясы, Ақжол демократиялық партиясы, Қазақстан коммунистік партиясы, Бірлік саяси партиясы, Ауыл халықтың демократиялық партиясы, Қазақстанның социал-демократиялық партиясы және Азат демократиялық партиясы мінекей жаңағы өзінің іс-шараларын атқара бастады. Қарап отырсаңыздар, 1991 жылы өз тәуелсіздік алғаннан бастап, осы күнге дейінгі демократияландыру үдерісін жүргізіп келеді бұл партиялар. Демократиялық дамыған мемлекеттерге сай конституция қабылданып, биліктің ұштармаға орнатылғаны белгілі өздеріңізге. Сөз бостандығы жарияланды, цензураға тыйым салынды, жалпыға бірдей сайлау құқығы енгізіледі. Біздің бүгінгі лекциямыздың тағы да бір өзекті мәселесі Нұр Отан партиясының халық жағдайын жақсарту, Қазақстан 2050 стратегиясының мақсаттарын, оның тиімді жолдарымен қатар мақсат мүддені алға қоя отырып қол жеткізудегі рөлі. Нұр Отан халық демократиялық партиясы осыдан 20 жыл мінекей жаңағы 1999 жылы Отан республикалық саяси партиясы болып, мемлекет басшысының, еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамаларын қолдау және 99 жылғы президент сайлауының үгіттеу штабының жұмысын үйлестіру негізінде құрылады. Осы жылы заңға сәйкес тіркеуден өтті. Ал енді 1 наурызда өткен съезде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бір ауыздан партияның төрағасы болып сайланады. 2006 жылы партияның 10-шы съезінде Қазақстанның жетекші саяси күшін Нұр Отан халық демократиялық партиясы деп өзгертіледі. Жаңа бейнелері пайда болды партияның, жарғысы, мақсаты, міндеттері, партияның осы мінекей жаңағы мүшелерінің негізі, олардың қабылдаған толық ережелер жиынтығы қалай болады? Біріншіден партияның түпкілікті мақсаты
бұл саяси жұмыс әдістері мен азаматтық қоғамның дамыған институттарын, сонымен қатар бәсекеге қабілетті саяси жүйесі бар, экономикасы мықты, демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет құруға қол жеткізу болып табылды. Бүгінгі таңда еліміздің стратегиялық дамуының негізі осы Нұр Отан партиясының көптеген іс-шараларымен және Қазақстан халқы ассамблеясының тікелей атсалысуымен жүргізіліп жатқандығы белгілі. Ол партия, Нұр Отан партиясы, жалпы халықтық саяси ұйымға айнала отырып, қай салада болмасын алдыңғы саптан көрінді. Оны өздеріңіз көріп жүрсіздер, көріп біліп отырсыздар, және бүгінгі еліміздің дамуының стратегиялық бағытын орындаудағы мақсат мүдделеріне қол жеткізудегі рөлі. Елімізде үлкен рөл атқаратын бұл бұқаралық ақпарат құралдарының дамуы, ақпараттық саясат. Қадірлі студенттер, ақпараттық саясат қоғамдағы ақпараттар желісін дамытуға бағытталған мемлекеттік органдардың реттеушілік қызметі. Бұнда телекоммуникациялар, ақпараттық жүйелер, бұқаралық ақпараттар құралы ғана емес, бұл барлық түрдегі іскерлік, ғылыми танымдық, хабарламалық, мінекей ақпараттар жасауға, сонымен қатар сақтауға, өңдеуге, оны көрсетуге, таратуға байланысты үлкен үдерістерді, қарым-қатынастардың бүкіл жиынтығын қамтитындығы тағы да белгілі. Қазақстан тәуелсіздіктің салиқалы жылдарынан бастап баспасөзге, әсіресе мінекей бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігін қамтамасыз етіп келе жатқан мемлекет болып табылады. Міне осы салада еліміздің конституциясы және президент ақпарат құралдарының бостандығының кепілі болып табылады. Міне өзгерістерге байланысты, замана талабына байланысты мінекей бұл кезең-кезеңдерді қамтып отырды. Алғаш кезеңдерде қиындықтар болды. Бұл тұста қоғамға ақпараттар беру, дер кезінде мінекей қарастыру, бұлардың барлығы мінекей жаңа заңнамаларды қажет етті. 1991 жылдан бастап мінекей баспасөз және басқа бұқаралық ақпарат туралы заң қабылданды. Яғни бұл 28 тамызда болды 91-дің. Бақтың пайда болуы, оның жедел дамуына қолайлы жағдайлар жасалына бастайды. Мінекей осы уақыттарда, яғни 1997 жылдың 3 желтоқсанында Қазақстан Республикасының біртұтас ақпараттық кеңістігін қалыптастыру туралы жарлық шықты. Бұл мінекей үлкен серпін берді. Конституция және 1999 жылдарда қабылданған баспасөз және басқа ақпарат құралдары туралы заң бақтың бұқаралық ақпарат құралдарының жұмыс істеуінің заңнамалық негізі болды. Мінекей, қадірлі студенттер, қарап отырсаңыздар, жастар саясаты осы уақытта негізгі басты мақсатының өзектілігі жастардың азаматтық, әлеуметтік дербес тұлғалық олардың қалыптасу жолын жүзеге асыруға өте қажетті құқықтық, сонымен қатар экономикалық, ұйымдастырушылық жағдайларын жасау болып табылады. Өздеріңізге белгілі, еліміздің жастары жалпы халықтың 30%-ын құрайды. Ал енді жастар саясат туралы заңға сүйенсек, олар 14 жас пен 29 жастың аралығын қамтитындығы белгілі. Бүгінгі күні жастар саясатын жүзеге асырудың мемлекеттік ұстанымын айқындайтын құжаттарға келетін болсақ, бұл Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты туралы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты туралы заң және мінекей жаңағы елбасының жолдаулары және мемлекеттік тұжырымдамалар үлкен рөл атқарады. Бұл салада өздеріңізге белгілі көптеген жастар бірлестіктері, ұйымдар үлкен рөл атқаратындығы тағы да белгілі. Қадірлі студенттер, саяси партиялар, қозғалыстар, бірлестіктер еліміздің дамуына, әсіресе құқықтық жағынан зайырлы демократиялық тұрғыдан келген кезде ары қарай дамудың негізгі баспалдақтарын көрсетіп отырады. Қадірлі студенттер, біз сіздермен бүгінгі лекциямыздың үлкен бір тарауларын қарастырдық. Олай болатын болса,
келесі лекциямыздың өзі осы мінекей жаңағы экономикалық, саяси және болашаққа бастайтын жаңа қадамдарды көрсетеді. Баршаңызға рахмет айтамын. Сау, саламат болыңыздар.